мен Ая. Ая, мына біздің Астанадағы бәйтерек. Көрдің бе? Айнымайды. Яға, айнымайды, дәл өзі. Бәйтерек біздің үйдің терезесінен көрініп тұрушы еді ғой. Күндіз дәл осылай тұрады да. Ал түнде мына жерлерінде әп-әдемі шамдар жанады. Иә. Бәйтерекке әкем, анам, сен, мен бәріміз бірге барып едік қой, яға. Я, жедел сатымен қу етіп, мына басына шыққанбыз. Керемет, қаланың үстінен қарап тұрып едік қой. Бәйтерек сондай биік. Иә, биік. Әке мен анам не істеп жүр екен? Сағынып кеттім. Сүйінші, атасау, сүйінші, Астанадан хат келді. Бәрекелді. Мінеке. Қане, әжесі-ау, сүйіншіңе не берейін? Қалағаныңды айт. Әже, ата не болды? Не айтып жатырсыздар? Әже, атадан не сұрап жатырсыз? Сүйінші деген не? Алтындарым-ау менің. Сүйінші сұрау деген бұл қалқымызда ертеден келе жатқан дәстүр ғой. Қандай да бір жақсы хабарды алып келген адам елден, жақындарынан сүйінші деп сүйінші сұрайды. Не үшін? Әкелген жақсы хабар үшін. Мінеке, хат келіпті. Бұл жақсы жаңалық қой. Солай ма? Сүйіншіге не береді сонда? Әжең не қаласа, соны берем. Олай болса, әже атадан көп кәмпит сұраңызшы. Сұрағаның болсын, әжесі, сұрағаның болсын. Атасау, мына хатты оқымаймыз ба? Әрине, әжесі, оқимыз. Келіңдер, балақайлар. Бәсе. Астанадан сәлем. Амансыздар ма, әке, анашым? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Ауыл аймақ тегіс аман ба? Аман, шүкір, бәрі де аман. Айналайындар, жақсы амас. Әли мен Ая қалай? Өсіп жатыр ма? Ауылға үйреніп те қалған болар. Біз туралы жазыпты. Бізде бәрі де жақсы. Сіздерді сағындық. Жуырда жұмыстан демалысқа шығамыз. Сіздерге жайлауға барып, өздеріңізді көріп, демалып қайтсақ па дейміз. Құлындарым сол. Аман сау болыңыздар. Сәлеммен балаларыңыз. Жайлауға келеміз депті Ая. Естідің бе, Ая? Келеміз депті. Жайлауға бізге келеміз депті. Алақай! Алақай! Ана келеді болды. Алақай! Әже, сізге не болды? Неге жыладыңыз? Bir жеріңіз ауыра ма? Әже! Жоқ, құлындарым, еш жерімде ауырмайды. Қуаныштан ғой, қуаныштан. Қызық, адам қуанғанда да жылайды екен-ау? Жасыл келді ойнауда, қандай жақсы ойнауға, ата-анамыз алақай, келмек біздің жайлауға. Әкемізді көреміз, анамызды өбеміз, тау басынан оларға жидек беріп береміз. Әкемізді көреміз, анамызды өбеміз, тау басынан оларға жидек беріп береміз. Әли аға, шөлдеп кеттім, үйге барып сусын ішіп келейікші. Хоп, жарайды Ая. Қызық болсын, үйге дейін жүгіріп жарысып барайықшы. Жарайды, кеттік. Әли, Ая, үйге қарай жүгірме. Болмайды. Тоқта. Ей, тоқта деймін. Жүгірмеңдер. Жүгірмеңдер деймін. Тоқта деймін. Әли, Ая, тоқта, жүгірме.
Жүгірмеді. Мен бірінші. Абайла. Ей. Ата, сүрініп кеттім. Ай. Құлыным-ау, абайламаймысың? Үйге қарай сонша жүгіріп. Бір жерің ауырмады ма? Жоқ, ата. Тек жер қозғалып тұрған сияқты. Не дей шырағым-ау? Басың ауырмай ма? Жоқ, ата. Ауырып тұрған жоқ. Ай, Әли, не болды? Маған жете алмай қалдың ғой, я? Жетуін жеттім абая. Бірақ еске сыймай қалдым. Құлап қалды. Ата, сіз тоқта, жүгірме. Болмайды деп неге айқайладыңыз? үйге қарай жүгіруге болмайды. Неге ата? Неге болмайды? Халқымызда ертеден келе жатқан ырым тиымдарды ұстанған абзал балаларым. Сондықтан да үйге қарай жүгіруге болмайды. Ол жақсы ырым емес. Себебі, бір тосын жағдай болғанда, не бір жаман хабар келгенде ғана үйге қарай жүгірген. Демек, бұл жамандық шақыру деп есептеледі. Солай ма? Солай құлындарым, естеріңде сақтап алыңдар. Түсіндік. Я да, түсіндік. Біз білмейтін тағы да қандай ырымдар бар, ата? Халқымызда табалдырықты баспа, босағаны керме, қамшыны тістеме деген сияқты тыйым сөздерде бар. Мұның бәрі жамандыққа бастама деген ырым. Өйткені, баяғыда аталарымыз жайсыз хабарды естіртер кезде, үйге бірден кірмей, табалдырықты басып, керегені керіп, қамшыны аузына тістеп тұрып сездіретін болған. Солай ма? Ата, енді олай жасамаймыз. Түсіндік, ата, олай жасамаймыз. Ақылдарыңнан айналайын балапандарым. Бар енді, ойнай қойыңдар. Кеттік аяқ, кеттік, ойнаймыз. Кеттік, ойнаймыз.